Ал құндылық дегеніміз не? Ақыл айтпасақ, мораль оқымасақ, баланың көкірегін құндылыққа қалай толтырамыз? Бұл мәселеде тыңнан түрен салып, жаңаша техника іздеудің қажеті жоқ. Сонау ерте заманнан қалыптасқан дәстүрлі әдіс бар. Ол балаға мазмұны бар ертегі, аңыз қисса, жыр дастан, мәнді тәмсіл оқып беру, мағыналы сұхбат жасау. Қисса мен жыр дастандар баланың сол құндылықты бастан кешіп, жүрегімен сезінуіне таптырмас дүние. Себебі олардың бойында мораль жатады. Қызықты оқиғамен өрілген қиссаны тыңдаған бала, сол қиссаның бойындағы хикметті қалай сіңіріп алғанын өзі де байқамай қалады. Мысалыға, әлемнің жаратылуы жайлы бір қиссаны келтірейік. Тәңірі тағала күллі әлемді жаратып болған соң өзіне орынбасар жасауды ойлайды. Сол кезде тау-тас, өзен-көл, аспан мен жел, от пен ағаш таласыпты. Аспан асқақтап, тау кеудесін керіп, жел дүлей күшін көрсетіп, от жалын шашып, тас қаттылық қылып, алтын жылтырағанын айтып мақтаныпты. Осылай бәрі таласып жатқанда топырақ қана сынықтық танытыпты. Тәңірісі аспанның мақтаншақтығын, таудың тәкаппарлығын, алтынның баянсыз жылтырағын, желдің тұрақсыз құбылма мінезін, оттың қатыгездігі мен тастың мейірімсіз қаттылығын жаратпапты. Тек топырақтың сынықтық, кішіпейіл мінезін ұнатты. Топырақтың қойны толған береке, алтын күміс, ас ауқат, жеміс жидек содан өніп шығады. Үстіне нәжіс төксе, одан қош иісті гүл өсіріп шығады. Лас су сіңіріп, тәтті бұлаққа айналады. Жасаған жақсылығын міндетсіну топырақтың табиғатына жат. Сондықтан адам ұрпағы неғұрлым топыраққа ұқсаса, соғұрлым Тәңірдің алдында қадірлі болады екен. Бұл қиссаны тыңдаған бала, қай амалдың бұрыс екенін, қай амалдың Тәңірге жағатынын бейсаналы түрде кеудесіне тоқып алады. Оған тәкаппар болма, ашуға берілме, ізетті бол, қарапайым бол деген мораль нұқып айтылған жоқ. Бүлдіршінге ертегі оқып беруге уақыт таппаған атана, есейген баласына сағаттап мораль оқуға мәжбүр болады. Бірақ ол кезде айтылған ақылы балаға ертегі боп естіледі деген ащы мысқыл бар. Сондықтан балаға үйрететін құндылықты 5-6 жастан бастау керек. Сейілбек Мырзабай, балалықтан даналыққа кітабынан алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайыл қызы.